Үшінші бөлім Treasure and Heritage. Қазына және мұра бөлімін бастайтын боламыз. Төменде қандай сөздер берілген екенін көрейік. Бәйтерек monument, бәйтерек ескерткіші, singing sand, айғай қала, шер қала, бұл таудың атауы, apples, алмалар, eagle, қыран, домбыра, lake қайынды, қайынды өзені, yurt, киіз үй. Бірінші тапсырма, look at the map, answer the questions. Картаға қараңыз және төмендегі сұрақтарға жауап беріңіз. Біріншісі, this house hasn't got windows. What is it? Бұл үйдің терезелері жоқ. Бұл қандай үй? Бұл әрине киіз үй. A yurt. Екіншісі, in this lake trees come out of the water. What's the name of the lake? Бұл көлде ағаштар судың астынан өсіп шығады. Бұл көлдің атауы қандай? Әрине, қайынды lake. Үшінші, what fruit comes from Kazakhstan? Қазақстанда қандай жеміс түрі өседі? Apples. Төртіншісі, it shows the nest of a mythical bird. What is it? Бұл аңыздағы құстың ұясын көрсетеді. Бұл не? Бәйтерек ескерткіші. Бесінші, find a mountain that looks like a yurt. What's its name? Киіз үйге ұқсайтын тауды табыңыз. Оның аты қандай? Шер қала. Алтыншы, it can sing. What's it? Don't choose a bird. Ол ән айта алады. Бұл не? Құсты таңдамаңыз. Бұл әрине singing sand, айқай қала. Жетінші, you can play these with your hands. What is it? Сіз бұны қолыңызбен ойнай аласыз. Бұл не? Бұл әрине домбыра. Сегізінші, this animal is on the Kazakh flag. What animal is it? Бұл жануар Қазақстанның туында бар. Ол қай жануар? Әрине қыран, an eagle. Екінші тапсырма, read and answer. Write in your notebook. Оқыңыз және жазың. Жауап беріңіз. Дәптеріңізге жазыңыз. It was my 11th birthday on the 29th September. My friends and I had treasure hunt in the park in front of my house. There were 6 of us and we were pirates for the day. It was great fun. We went up and down the park to find all our party food. The sandwiches were behind the tree and the drinks were in a box opposite the table. And where was my birthday cake? It was on a chair under a big hat. All my friends found a present each. Then we sat down to eat. It was a great day. By Nurlan. 24 қыркүйек күні менің 11-ші туған күнім болды. Менің достарым және мен үйдің жанындегі саябақта қазына аулау ойынын ойнадық. Ол жерде біз 6 едік және біздер барлығымыз күн бойында пират болдық. Бұл өте қызықты болды. Біз саябақтың арғы бетінен мына бетіне менің туған күніме арналған тамақтарды іздедік. Сэндвичтер талдың ағаштың артында еді. Сусындар столдың қарсында орналасқан қорапта еді. Менің туған күніме арналған торт қайда болды деп ойлайсыздар? Ол үлкен шапканың астындағы орындықта еді. Менің барлық достарым сыйлықтарын
тауып алды және біз тамақтануға отырдық. Бұл өте керемет күн болды. Нұрлан. Төмендегі сұрақтарға жауап беретін боламыз. Біріншісі, whose birthday was it? Нұрлан's, яғни бұл кімнің туылған күні еді? Нұрландікі. Екінші, when was his birthday? Оның туылған күні қашан болды? On 29th September. Қыркүйектің 29-ы. Үшінші, how old was he? Оның жасы нешеге толды? 11-ге. Төртінші, where was the treasure hunt? Қазына аулау ойыны қай жерде өтті? Саябақта. In the park. Бесінші, how many children were there? Ол жерде неше бала болды? 6. Where were the sandwiches? Сандвичтер қайда еді? Behind the tree. Ағаштың артында. Жетіншісі, where were the drinks? Сусындар қайда еді? In a box opposite the table. Столдың қарсындағы қорапта еді. Және соңғы сұрағымыз, what was there under a big hat? Үлкен шапканың астында не бар еді? His birthday cake. Оның туылған күніне арналған торт бар еді. Бірінші тапсырма, read and write yes or no. Оқыңыз және я немесе жоқ деп жазыңыз. Бізге сөйлемдер берілген, сол сөйлемдер дұрыс болса я деп жазамыз, бұрыс болса no деп жазамыз. Біріншісі, Нұр-Сұлтан is the capital of Kazakhstan. Нұр-Сұлтан қаласы Қазақстанның астанасы. Yes. Екіншісі, a yurt is a house with windows. Киіз үй, терезелері бар үй. No, өйткені киіз үйде терезелер болмайды. Үшінші, in Lake Қайынды, trees come out of the water. Қайынды көлінде ағаштар судың астынан шығады. Yes. Төртінші, you can play music on a домбыра. Сіз домбырада күй тарта аласыз. Yes. Бесінші, Бәйтерек monument looks like a giant eagle. Бәйтерек ескерткіші үлкен қыранға ұқсайды. No. Алтыншы, the animal on the Kazakh flag is a horse. Қазақ халқының туында бейнеленген жануар бұл жылқы дейді. Дұрыс емес. No. Өйткені қазақ халқының туында бейнеленген жануар бұл қыран. Екінші тапсырма, circle the odd one out. Бір артық сөзді белгілеңіз. Біріншісінде, singing sand, айқай қала, домбыра, шерқала. Бұл жерде артығы домбыра. Екіншісі, apples, алмалар, pears, алмұрттар, Бәйтерек monument, Бәйтерек ескерткіші. Бұл жерде артығы Бәйтерек ескерткіші. Үшінші, window, терезе, horse, жылқы, camel, түйе, артығы window. Төртінші, eagle, қыран, bear, аю, yurt, киіз үй, артығы киіз үй.